Балаға айтуға болмайтын 10 сөз. Психологтар баланың жасына қарамастан оларға ауыр тиетін сөздердің тізімін жариялады. Әлі тілі шықпаған баланың өзі сіздің жеткізу мәнеріңізге қарай оның мағынасын түсінеді екен. Сенің қолыңнан түк келмейді. Әкел, өзім жасаймын. Мамандардың айтуынша бұл сөз баланы алдын ала сәтсіздікке байлайды. Ол өзін ақылсыз және икемсіз сезінеді. Және алдағы уақытта үлкендер ұрсады деп жаңа бастама алуға қатты қорқатын болады. Мә, ұста, тек тынышталшы. Кей ата-ана бірнеше сағаттық берші, алып берші дегендерді көтере алмай, бірақ ақыр соңында баланың сұраған беруге келіскенде ата-ана өздерінің байқамастан баланың ыңқылдауымен сұрағанын қол жеткізетінін түсіндіреді, ал мамасының жоғына мән бермеуіне жаман үйретеді. Тағы да мұндайды байқасам таяқ жейсің. Қалыптасқандай атына сай, барлығы осы құр қоқаң-лоқымен шектеледі. Не әкесі, не анасы жазаны жүзеге асырмайды. Бала босқа қорқақ болып өседі. Мұндай сөздерді балаға ренжітіп түсінбеушілік туғызады. Өз сәбиіңізді қорқытпаңыз. Бала белгілі жағдайда нені күтуге болатын анық білу керек. Ал үлкендердің кенеттен келуі еш нәтиже бермейтінін түсініңіздер. Мен саған дереу доғар дедім. Баламен бұлай дөрекі сөйлесуге болмайды. Ол сіздің балаңызға егер байқамай ашуыңызды көрсетіп қойсаңыз кешірім сұраңыз. Бала өзін еш құқықсыз сезініп ренжиді. Сондықтан доғаруын орнына қарсы шықпай, кішкентайлар жылап кетіп, ал жасөспірімдер өз жайына үнсіз кетіп, тұйықталып қалады. Қысқа қалай болғанда да бұл сөз сіздің қалауыңызға жеткізбейді. Сен мынаны түсінуге тиіссің. Көптеген бала бұл сөзбен оның қыңқылдауын шалғасынан кері тартпауын көрсетеді. Бала бұндай ақыл айтуды түсінбейді, сондықтан сізді таңдамай ойын басқа жаққа аударады. Ал бала сол сәтте беймазаланып, немесе ренжулі, немесе ашулы болса, сіздің сөзіңізді тіпті қабылдамайды. Оның да адам екенін, белгілі бір уайымдарын ойлап жүрген өз мәселелері бар екенін ұмытпаңыз. Сондықтан сіз ең дұрыс дегені ақылыңызды ол сәтте түсіне алмайтынын түсініңіз. Ұлдар, қыздар бұлай жасамайды. Бұл сөзді жиі қайталайтын ата-ана балада белгілі бір стативті қалыптастырады. Кейін ересек өмірінде жігіт өз сезімін іс-әрекетіне лайықсыз деп ойлайды. Ал қыздар өздерін ерлерге арналған кәсіппен айналысып, немесе ұқыпсызбыз деп үнемі бір нәрсеге өздерін кінәлап жүретін болады. Бекерге уайым қайғыға салынба. Мүмкін балаңыз үшін бұл бекер нәрсе емес шығар. Өзіңіз балалық шағыңызды еске түсіріңіз. Иә, балаңыз машинасын сынып қалған үшін, немесе шарларының жібі бұзылған үшін ашуланып ренжуі мүмкін. Оның кішкентай әлемінде машина мен үйшік ең маңызды нәрсе болар. Баланың мәселесіне бейжайлық көрсетіп отырып, сіз оның сенімін жоғалтып аласыз. Және де балаңыздың болашақта күрделі мәселелерін білмей қалуыңыз да мүмкін. Менің денсаулығымды ойлашы. Аналар бұл сөзді балаларына жиі айтады. Бірақ айтыла берген сөздің қадірі кетіп, шынында жағдайыңыз нашарласа, бала сіздің сөзіңізді әдеттегідей қабылдайды. Бұл сөзін анасының тек тентек болмасын деп айтып отыр деп қабылдауы мүмкін. Жоқ, біз бұны сатып алмаймыз. Ақша жоқ, қымбат. Балаға бәрін қатар сатып алуға болмайтынын түсіндіру қажет. Бірақ сіздің мұндай сөздерден егер ата-анасында ақша болса, дүкенді толығымен сатып алуға болады деген мағына шығады. Бала бұл сөзді дәл солай түсінеді. Оның орнына сенде мынандай ойыншық бар. Көп тәтті жеуге зиян деген жақсырақ шығар. Түсіну әрқашанда қиын. Түсіндіру де әрқашанда қиын. Бірақ бала ата-анасының не себепті сатып алып бермегенін білу қажет. Жұрттың баласы. Құдай мені неге сонша жазғырды екен?
салақ, ынжық, иттің баласы оңбаған, тағы да сол сияқты сөздерді балаға айтуға болмайды. Бұл баланың өзін-өзін бағалауын түсіріп, расымен де сол атауларға сәйкестене бастайды.